біріктірген бар. Сондықтан ол тарихи дерек көздері. 60. Картадан қолы, орта және кіші жүз аумақтарын көрсетіңіз. Кіші жүздің аумағы яғни бүкіл Батыс Қазақстан аумағы болып саналады, ал ұлы жүздікі Жетісу аумағы. Ал негізінен орта жүздікі Солтүстік Қазақстан және Шығыс Қазақстан және орталық Қазақстан аумағы болып саналады. Нәзірлерінің бар екендігін білеміз. Одан кейін сұлтандар, біз айтасың сосын әскерлер, одан кейін сонда бұның барлығын қандай дейміз? Қазақ тарихында да әлеуметтік топтарға бөлінген әлемдік мемлекеттер. Бүгінгі өтетін тақырыбымыз дәстүрлі қазақ қоғамының әлеуметтік жіктелуінің ерекшеліктері. Бүгінгі негізгі мақсатымыз осы сабағымызда ақсүйек, қарасүйек, хан, сұлтан, би, батыр ұғымдарын пайдалану және дәстүрлі қазақ қоғамындағы әлеуметтік институттардың функционалдық рөлін түсініп білу. Түсінікті ғой, осы сабақты тереңірек түсіну үшін біз видео көріп алайық. Қазақ қоғамы ақсүйектер және қарасүйектер деп екіге бөлінді. Ақсүйектерде Шыңғыс ханнан тараған ұрпақтар төрелер жатты. Төрелерден хандар мен сұлтандар тарады. Жасақ заңы Шыңғыс ұрпақтарының билігін мәңгілік ету және олардың артықшылығын сақтауды негізге алды. Хан қазақ қоғамындағы мемлекет басшысы. Қазақ хандары Шыңғыс ханның үлкен ұлы Жошы хандары. Хан мемлекеттік, әскери және азаматтық билікті иеленді. Ол мемлекетті басқарумен бірге әскердің бас қолбасшысы саналды. Үй шаруашылығымен айналысатын құлдар да болды. Олардың ешқандай құқығы да еркі де болмаған. Алайда құлдықтан босату жағдайлары жиі кездескен. Мұның өзі қазақ қоғамында адамгершілік белгілерінің жоғары болғанын көрсетеді. Мына жерде ресурстардың қайсысын пайдаланасыздар? Оны да көрсетеміз. ең басында ақсүйектер болған, ақсүйектерге төрелермен қожалар жатқан, соның ішінде ең шыңында хан отырған. Ханды тек қана Шыңғыс ханның ұрпағы болуы маңызды болды, және де хан Шыңғыс ханның ұрпағы болу керек болды, және жасына байланысты сұлтандардың арасынан хан таңдалғанды сайлау арқылы және де ұрпаққа берілу арқылы хан сайлады. Ол ұрпаққа беру әкеден балаға емес, ағадан ініге беру сайланды. Яғни іні болмаған жағдайда ол ханның баласына беру тиіс болды, бірақ оның сол тиісті болу керек болды. Ханға лайықты болу керек болуы шарт еді. Және де ханды сайлау барысында ханды ақкиізге, тек қана хандар ақкиізге отырды. Және де оны жолбасылар, билер шетінен ұстап, оны 3 рет көтерді. Әр көтерген сайын хан деп халықтар дауыстап айтты, және де халықтар аралап шықты. Ал хан отырған ақкиізді бүгін жұрттар тәбәрәк етіп,
яғни ал өздеріне кездері тәбәрік етіп алып бөліп алды. Келесі кезекте Шыңғыс ханның ұрпақтары төрелерді сұлтандар деп атаған. Олар Румен тайпаларының билеушісі әмірші рөлін атқарды. Олардың Шыңғыс ханның ұрпақтарының балалары бұл атақпен оған байланысты құлықты туылғаннан өздеріне иемделді. Яғни олардың жеке жағдайы мен қасиеттері әсер етпеді. Сондай-ақ олар тән жазасынан босатылды және тек әскери міндеттілікті ғана, яғни әскери қызметті ғана атқарды. Сондай-ақ оларды аға сұлтан мен хан ғана соптай алды. Яғни олардың құқығы жоғары болды. Ең маңызды ол адамдардың бірі ол кезде қожалар болды. Қожалар қазіргі заманмен салыстырғанда қазіргі кездегі молдалар. Қожалар Мұхаммед пайғамбардың және де 4 халифтің, яғни Абу Бәкір, Осман және халифтің ізбасарлары. Олар орталық Азияға дін таратушы болып табылады. Сол ізбасарларымен түркі тілдес халықтардың ортақ негізінде болған бұл үшеуі де базарлыққа түседі. Келесі. Билер, байлар, батырлар. Бірінші кезекте бізде билер туралы айтқымыз келіп тұр. Билер дегеніміз ол қазақ тайпаларының ішіндегі басшы рөлін атқарған болады. Билер өз кезеңінде жақсы құқыққа ие болған болады. Және де ру басы қызметін атқарып, ру тайпалардың ішіндегі тыныштық пен бейбітшілікті сақтап отырған болады. Кейбір кезде билердің ықпалы ханның ықпалынан да жоғары болып, құрылтайларға қатысып отырған болады. Билердің, яғни атақты үш биіміз Айтеке би, Қазбек би және Төле би біздің жеті жарғыны жасауға өз үлестерін қосқан болатын. Және де билердің қызметі осы ру тайпаларды әскери жағында қамту болған болатын. Осы әскери өнерді жетік меңгерген батырларымыз қолбасшы, әскери басшы болып тағайындалған. Сонымен қатар батырлар сыртқы және ішкі саясатқа араласып, хандар мен сұлтандардың саясат жағынан және әскер жағынан кеңесші болып отырған. Батырлар біздің елімізге олардың амандығын, тәуелсіздікке және тағы басқа жерлерге көмектесіп отырған. Сонымен қатар батырлар тек әскер жағынан ғана емес, сонымен қатар сұлтандардың кеңесшілері бола ғана қоймай, үнемі халықтың амандығын қолдап отырған. Байлар. Қазақ қоғамында арбалы үйді қосылғанда, мал-мүлікке ие болған дәулетті ықпалды адам бай деп аталған. Ең ірі байларда жүздеген түйелер, мыңдаған арбалы үйі және қойлар мен жылқылары болған. Ақсақалдар, қарақалық және еріксіздер. Бірінші ақсақалдарға тоқталайық. Ақсақалдар негізінен үш әлеуметтік мәдени. Біріншіден ақсақалдар, яғни асқандардың ақыл иесі. Екіншіден ақсақалдар салт дәстүрлерді сақтаушы, әрі оны орындауды реттеуші. Үшіншіден ақсақалдар рухты ата-бабалар әлемге жақын болғандықтан олар ерекше құрметке ие болған. Сонымен қатар ақсақалдар туралы ерекше былай деп жазған болатын. Яғни ақсақалдар негізінен мысалға егер ру басы ерекше құрметке ие болған жағдайда одан адамдар ақыл сұрауға келеді. Және де соңғы жағдайда жылқы немесе ақ түсті малды құрбандыққа шалып, олардың кеңесіне келісетіндігін айтқан деп жазады. Соған сәйкес ақсақалдар сот билігіне де қатысқан. Яғни билер негізінен ақсақалдарсыз маңызды мәселелерді шешпеген. Және де ең құрметті орын деп танылатын төр ақсақалдарға ұсынылған. Және келесі айтатынымыз қарқалық. Олар жеке бас билігінің өздеріне ие болған халық тобы, және де олар рудардың мал шаруашылығына қарай өмір сүрген, және де олар неше мал асыраса да және қандай немесе
неше мал асаса да және немен айналса да өзі білген және соғыс кезінде атты әскер қатарында болған. Башқұртстанда өте жоқ дәуірді адамдарды қазақтар және өсекті деп атаған. Қазақтар өз тайпаластарын құл ретінде ұстамаған. Құлдар төлемақы ретінде ұзатылған қыздың қыз жасауына ат жарысында жүлде ретінде тептерілген. Құлдар шағым айтып билердің алдына барып және куәгер ретінде соттың алдына баруға құқығы жоқ. Мәселесін кімдер шешті? Құлдардың мәселесін кімдер шешті? Олардың қожайындары шешті. Бірақ қазақ қоғамында бізде әлемдік құл иеленушілікпен өте үлкен айырмашылық бар. Себебі соңында видеоның соңында айтыңыз ғой. Себебі құлдарға адамгершілікті адамгершілікті танытқан біз қоғамда құлдарға қатты озбырлық көрсетеді. Екеуі ғана жұттасасыңдар, сөйтіп тез жауап береді. Енді қазір мен түсіндірем. Жұптық жұмыс бізде мен кіммін деп аталмайды. Дәстүрлі қоғамның қайсысына жатамын. Және соған байланысты мына жердегі субъектті таңдап, ана жердегі пирамидамызға орналастырып. Жарайды ма? 1 минут берем, дайын шығар. Біріншісінде Шыңғысхан ұрпақтары сияқты ақсүйек болып саналғанмын. Ислам дінін таратамын және халық арасында шариғаттың сақталуын қадағалаймын. Бұл біздер қожа. Мен қожамын. Қожамын тапты, Ханим сұлтанның сол жағында құрметке иемін. Асқан ақыл иесі, қазақ дәстүрі мен салтын сақтаушы, және оның орындалуын қадағалап еттеймін. Сұлтан мен ата-баба әлеміне жоқтай түскен адам. Сондықтан мен ерекше құрметке иемін. Бұл ақсақал. Оның арқасында да басқа халық арасында кеңінен танылып, жерді және елді қорғайды. Хан сұлтанның үкімін орындайды. Билік шешімдерін жүзеге асырудың жолдамасы деп ойын ойнатамын. Бұның да сендерге сұрақтар жасалған және сондай-ақ сұрақтарға байланысты сендер сыйлағансыңдар. Мен бұның ішінде бір ерекшелігі болды. Екі шығармашылық жұмыс бар. Үш жүздің басын біріктірген болады. 3 жүздің басын біріктірген. Дұрыс келесі. Қандай сұрақтарға болады? Ең алғашқы Кереймен және дұрыс болды. Bakın kan muhabbeti sana 3 yıl hanım adı Kasım Han. Kasım Han'ın üstünde milyonga Біз қазақ деген мал баққан елміз. Ешкімге соқтықпай жай жатқан елміз. Елімізден құт береке қашпасын деп, жеріміздің шетін жау баспасын деп, найзаға үкі тапқан елміз. Ешбір дұшпан басылмаған елміз. Басынан сөз асылмаған елміз. Досымызды сақтай білген елміз. Дәм тұзымызды ақтай білген елміз. Мен кіммін? Сол себептен де ол кісіде қаз дауысты Достарың келіп табалап, дұспаның сенің бас ұрсын. Хан емессің, ылаңсың, қара шұба жылансың. Хан емессің, аяқсың, аяқ құйрық шаяnsың. Кімге? Ақсүйек адамдардың бірінші тобына кімдер жатты? Алдарындағы стикерді аламыз. Стикерді аламыздар. Соған мен бүгінгі сабақты өте жақсы түсіндім. 3 сөзбен біреусін таңдап, мына қожыға салып кетеді. Енді бағана Ханталықбайдан негізі сендерге